Қазіргі жаһандану дәуірінде мемлекеттер бір-бірімен тек саясат пен мәдениет арқылы ғана емес, ең алдымен сауда арқылы тығыз байланыс орнатады. Күнделікті қолданатын тауарларымыздың көбі халықаралық сауданың нәтижесі. Ал осы үдерістерді реттеп, мемлекеттер арасындағы сауда қатынастарын белгілі бір ережелерге бағындыратын ең маңызды халықаралық ұйымдардың бірі дүниежүзілік сауда ұйымы. Бүгінгі видеомда ДОСО-ның құрылу тарихына, мүшелігіне, сондай-ақ ұйымның құрылымына қысқаша тоқталамын. ДОСО-ның пайда болу алғышарттары екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңмен тығыз байланысты. Соғыстан кейін әлемде экономиканы қалпына келтіру, саудадағы кедергілерді азайту және елдер арасындағы экономикалық қақтығыстардың алдын алу қажеттілігі туды. 1947 жылы осы мақсатта Швейцарияның Женева қаласында тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісім ГАТТ қабылданды. Оның басты мақсаты әлемдік сауданы ырықтандыру, яғни кедендік тарифтер мен сауда кедергілерін азайту арқылы елдер арасындағы сауданы жеңілдету болды. Бұл құжат 1947 жылы қабылданып, бір жылдан кейін, яғни 1948 жылы өз күшіне енді. Ал 1948-1995 жылдар аралығында қолданыста болды. Бұл келісімге бастапқыда 23 мемлекет қол қойды. ДОСО-ның құрылу тарихында тағы бір маңызды кезеңдердің бірі Уругвай раунды. Уругвай раунды ДОСО-ның құрылуына тікелей жол ашқан кезең болып табылады. Уругвай раунды ГАТТ аясында 1986 жылдан 1994 жылға дейін жүргізілген ең ірі көп жақты сауда келіссөздері. Онда әлемнің 123 мемлекеті қатысқан. Бұл келіссөздер халықаралық сауданы тек тауарлармен ғана емес, қызметтер саудасы, интеллектуалды меншік құқықтары, инвестициялар және ауыл шаруашылығы секторларына дейін кеңейтуге бағыттады. Нәтижесінде Марракеш келісімі қабылданып, ол 1995 жылы дүниежүзілік сауда ұйымының құрылуына себепкер болды. Уругвай раунды өз кезінде ең ауқымды келіссөздер болды және қазіргі заманғы халықаралық сауда жүйесінің негізін қалады. Дүниежүзілік сауда ұйымы 1995 жылғы 1 қаңтарда ресми түрде құрылды. Ұйымның құқықтық негізі 1994 жылы 15 сәуірде Марракеш қаласында қабылданған Марракеш келісімі болып табылады. Дүниежүзілік сауда ұйымы осылайша тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісімді, яғни ГАТТы алмастырып, халықаралық сауданы реттейтін толыққанды халықаралық ұйымға айналды. Ұйымның штаб-пәтері Швейцарияның Женева қаласында орналасқан. Қазіргі таңда әлем бойынша 160-тан астам мемлекет бұл ұйымға мүше болып табылады және олар әлемдік сауданың шамамен 98%-ын қамтиды. Дүниежүзілік сауда ұйымы 5 негізгі органнан тұрады. Бірінші, министрлік конференция. ДОСО-ның ең жоғары шешім қабылдайтын органы. Ол әдетте 2 жылда бір рет жиналып, ұйымның стратегиялық бағытын айқындайды және негізгі шешімдерді қабылдайды. Екіншіден, жалпы кеңес. Министрлік конференциялар арасындағы кезеңде жұмыс істейтін негізгі орган. Ол Женевада тұрақты түрде жиналады және министрлік конференцияның атынан әрекет етеді. Үшіншіден, дауларды шешу органы. Мүше мемлекеттер арасындағы сауда дауларын реттейді және қабылдаған шешімдердің орындалуын қадағалайды. Төртіншіден, сауда саясатын шолу органы. Мүше елдердің сауда саясаты мен тәжірибесін талдап, олардың ДОСО ережелеріне сәйкестігін бағалайды. Бесіншіден, кеңестер мен комитеттер. Жекелеген келісімдер мен салалар бойынша жұмыс істейді. Оларға тауарлар саудасы, қызметтер саудасы және зияткерлік меншік құқықтар жөніндегі кеңестер кіреді. Бас директор Нгонзи Оконджо-Ивиала. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына 2015 жылы 27 шілдеде ресми түрде мүше болды. Бұл ел тарихындағы ең маңызды экономикалық және дипломатиялық қадамдардың бірі. Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу Қазақстанның әлемдік сауда жүйесіне толыққанды кіруін және халықаралық экономикалық ережелерді қабылдауға дайын екенін көрсетті. Қазақстанның бұл ұйымға мүше болуы оңай болған жоқ. Келіссөздер 1996 жылы басталып, шамамен 19 жылға созылды. Осы кезеңде Қазақстан сауда саясын реформалап, кедендік тарифтерді төмендету, қызмет көрсету нарығын ашу,
зияткерлік меншік құқықтарын қорғау және ауыл шаруашылығын қолдау жүйесін халықаралық талаптарға сәйкестендіру сияқты маңызды міндеттемелерді өз мойнына алды. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болғаннан кейін Қазақстан ұйым аясында бірқатар бірлескен әрекеттерге белсенді қатысып келеді. Ең алдымен бұл халықаралық сауда ережелерін сақтау және ашық, болжамды сауда ортасын қалыптастыру. Қазақстан тауарлар мен қызметтердің еркін қозғалысын қамтамасыз етуге, дискриминациясыз сауда қағидаттарын ұстануға және серіктес елдермен тең құқықты экономикалық қатынас орнатуға міндетті. Осыдан 10 жыл бұрын елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылғаны және бұл ұйымның Қазақстан үшін маңыздылығы туралы қуана хабарлаған еді. Құрметті қазақстандықтар, еліміз аса маңызды тағы бір тарихи оқиғаға қарсаңында тұр. Біз дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді табысты аяқтадық. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу біздің экономикамызды жаңа көкжиектерге бастайды. Кәсіпорындарымыздың шетел нарықтарына шығуын қамтамасыз етеді. Ал тұтынушылар үшін тауарлар мен қызметтердің кең ауқымына таңдау жасауға жол ашады. Бүгінде сауда саттығымыздың 90% дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдерге тиесілі. Қазақстан шетелдік инвесторлар мен серіктестер үшін бұрынғыдан да тартымды бола түседі. Жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын ашуға мүмкіндіктер ашылады. Біз бұл нәтижеге жету үшін 19 жыл табанды түрде жұмыс жүргіздік, келіссөздер жүргіздік. Оңай болған жоқ. Осы жылдары біздің үкімет және сарапшыларымыз елімізге тиімді шарттарға қол жеткізу үшін талмай еңбек етті. Біз дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразиялық экономикалық одақтың талаптарын ұштастыра алдық. Бұл ретте ұлттық мүдделерімізді де қорғай білдік. ДСО-ға мүше болу күллі Қазақстанның жеңісі. Осымен видеоның соңына келдік. Бұл видеода жалпы дүниежүзілік сауда ұйымының құрылу тарихы, маңыздылығы және Қазақстанмен өзара әрекеттесу туралы айтылды. Менің ойымша, дүниежүзілік сауда ұйымы Қазақстан үшін тек экономикалық ұйым ғана емес, сонымен қатар еліміздің әлемдік сауда аренасында өзінің беделін көрсететін маңызды алаң. Және болашақта Қазақстан осы ұйым аясында өзінің ұлттық мүддесін қорғай отырып, халықаралық ынтымақтастықты арттырады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.